Алла тағала Құранда өсекті, ғайбат сөзді сынға алып, өсекшіні ғайбат айтушыны өлген адамның етін жегенге ұқсатқан. Алла жаратқан бұлай деген: «Уа иман келтіргендер, бір-біріңді аңдымаңдар және біріңді-бірің ғайбаттамаңдар. Қайсы бірің болмасын өлген бауырларыңның етін жегенді ұнатама. Әнеки, бірден жиіркендіңдер. Ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз Алла тәуәп, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, ерекше мейірімді». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: мұсылманның қанын төге алмайды, мал мүлкін тонай алмайды, намысын таптай алмайды деп айтқан. Тағы бір хадисте: өсек аяңнан сақтаныңдар, өйткені өсек аяң ғайбат сөз зинадан да ауыр күнә. Зина жасаған кісі тәубе жасаса, Алла оны кешіруі мүмкін. Ал енді өсектелген кісі кешірменше өсекшінің кешірілуі мүмкін емес делінген. Ғалымдар біреуді өсектеген, ғайбаттаған пендені тас лақтырған балаға ұқсатады. Ол бала оңға солға тас лақтырғандай, өсекші де жақсы істерін ары бері шашып жоқ қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүмін бауырын қаралау мақсатында артынан сөйлеген кісіні Алла тағала қиямет күні тозақтың көпірінде тоқтатады және сөзін қайтарып алмайынша жолын жалғастыруға рұқсат бермейді деп айтқан. Адамзаттың асыл тәжі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ғайбат мұсылман бауырының артынан оған ұнамайтын сөздерді айту деген. Демек, біреудің артынан оның дене мүшесіндегі кемшілігі туралы болсын, тексіздігі туралы болсын, не діні, не дүниесі туралы қайсы бір кемшіліктерін айтса, бұлардың бәрі өсек аяң ғайбат. Тіпті біреудің киім кешегін не мінген аты жамандап сынға алу да өсектеу болып саналады. Ал енді біреудің адамдық сипаты туралы намысқа тиетін ауыр сөздерді айту одан да үлкен күнә. Риуаяттарға қарағанда, бір күні кейбір мәселелер туралы мағлұмат алу үшін Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам қысқа бойлы бір әйел келеді. Ол әйел шығып кеткеннен кейін Айша радиаллаху анха: «Алла бұл әйелге қысқа бой беріпті» дейді. Мұны естіген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған: «Уа Айша, сен ғайбаттадың» деп ескертеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Өсек аяңнан ғайбаттан аулақ болыңдар, өйткені ол үш түрлі апатты алып келеді» деген. Бірінші, өсекшінің дұғасы қабыл болмайды, жасаған жақсы істер қабыл болмайды, жамандықтары жиылады деген. Пештен қолып жер жүзіне түскен өліс теңізге барып алғаш балықты кезіктіреді де оған Адам алейхиссаламның жаратылғанын хабар береді. Содан соң Адам алейхиссалам жер судың бәріндегі жандыларға аңшылық жасайтынын айтады. Балық бұл хабарды басқа жандыларға да жеткізеді. Сонда Алла тағала балықтың тілін түп тамырымен жоқ қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсекшілік туралы былай деп айтады: «Қиямет күні пенделердің ең жаманы біреуге басқа жүзбен, екіншісіне басқа жүзбен көрінген екі жүзді кісілер. Бұл дүниеде екі жүзді болғандардың қиямет күні оттан екі тілі болады» деген. Тағы бір хадисінде өсекшілер пешке кіре алмайды деген.